хабарында пайдалы өзекті бір тақырыптың қозғалатын уақыты. Айнұр Сартаева Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер комитетінің ресми өкілі бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіз дейміз. Қайырлы таң дейміз. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Бүгін енді өзіңізге белгілі осы 2023 жылдың соңынан бастап 24 жыл кіре салысымен қызу талқыда жүрген қолма-қол төлем жасау, одан бас тартатын кейбір сатушылардың, сауда орындарының егерлерінің осындай бір дүрліктірген мәселесі, тіпті такси қызметіндегілердің өзі де қайтып төлейміз, қайтеміз деген секілді түрлі бір дауға айналған мәселе болып бара жатыр. Осының барлығын анық-қанығына тоқталып, түсіндіріп, бірінші мынау, екінші мынау деп желеген шағып майын сынсақ. Расында қазір бұл ақпарат барлығына өте керек деп ойлаймын. Жалпы 2024 жылдың басынан бастап осы жылдың аяғына дейін жеке кәсіпкерлер, олардың жұбайлары, сонымен қатар заңды тұлғалардың басшылары мен олардың жұбайларына қатысты, олардың жеке банктік шоттарына түскен мобильді аударымдары бойынша ақпарат келесі жылы алынатын болады банктерден. Және де бұл жерде оның тиісті критерийі бар. Яғни бұл жерде кәсіпкерлік мақсатта аталған мобильді аударымдарды алдау деген күдікке ілінген азаматтар бойынша ғана ақпарат алынады. Ол үшін бір азамат өзінің жеке шотына бір айда 100 әртүрлі адамнан мобильді аударымдарды алған болу керек. Және де бұл 100 әртүрлі адамнан алған туралы ақпарат 3 ай қатарынан қайталану керек. Мысалы үшін қаңтарда 100 әртүрлі адамнан алды, одан кейін ақпанда, одан кейін наурызда 100 әртүрлі адамнан ай сайын алып отырды. Сол жағдайда аталған азаматқа қатысты күдік туындап, ол кәсіпкерлікпен айналысып отыр, немесе ол өзінің жеке шотына кәсіпкерлік мақсаттан тауып отырған табысын алып отыр деген күдік келінеді. Сондықтан да бұл жерде келінген кезде бірінші ескерту ретінде бір хабарлама келді деп жатыр еді. Сол жағын айта кетсеңіз. Алдымен хабарлама береді. Ол азаматқа, содан кейін бұл азамат аталған сомаларды, ақшаны өзінің шотына келіп түсіп жатқан түсіндіріп берсе болады. Қандай мақсатта алынған ақшалар екенін. Қалай түсіндіреді? Ол жаңағы хабарламаға текст SMS күйінде жауап бере ме, әлде барып бір орынға барып түсіндіру? Түсіндірме қағазға жазып берсе болады, немесе электронды түрде салық төлеушінің кабинеті бар, сонда жазып берсе болады. Мен осындай мақсатта алған едім деп. Егер де шын мәнінде кәсіпкерлік мақсатта алған болса, аталған азамат осы табысы бойынша да салық төлеу керек болады. Яғни сол ескерту келген кезде, жаңағы салық төлеуді бәлкім ұмытып кеткен немесе орындай алмай қалған жағдайда, мен кәсіпкер едім, осылай деп орнына төлесе, ешқандай бір үлкен айыппұл, жаңағы 40 айлық есептік көрсеткіш деп жатыр ма? Соның барлығы төлеудің еш қажеті жоқ қой, Ол 40 айлық есептік көрсеткіш айыппұл басқа жағдайды қазір мен сізге түсіндірейін. Егер де мысалы сіз дүкен иесісіз, сізге мен бардым сатып алуға. Мысалы азық-түлік алдым. Мен айтам сізге, мен банк картасымен төлейін деп едім ақшаны деймін. Сіз айтасыз, жоқ, мен банк картасымен қабылдамаймын. Сен маған қолма-қол төле дейсіз. Бұл мысалы сіздің талабыңыз, бұл жағдайда заңсыз. Негізі мен сізге сатып алушымын ба, сізге барғанда сіз маған электронды түрде төлеудің тәсілін қамтамасыз етуіңіз керек. Сізде пост-терминал болу керек, немесе жаңа банктардың қосымшалары бар ғой. Қазір пост-терминал алмайық, мобильді телефоннан да, мобильді телефон, смартфон арқылы QR-кодпен тағы басқа жолдары бар, солай да қабылдауға болады. Енді бұл жерде сіздің әрекетіңіз заңсыз болғандықтан мен сіздің үстіңізден шағым түсіре аламын. Кәсіпкер менен осындай электронды түрде банк картасын қабылдамай жатыр, осылай қолма-қол ақша төле деп талап етіп жатыр деп. Сол жағдайда сізге алғашында ескерту беріледі. Ал егер де осы сіздің заң бұзушылығыңыз одан кейін бір жылдың ішінде тағы қайталанса, сол жағдайда ғана 40 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл қарастырылған. Сондықтан да заңды сақтап жүрейік. Енді бұл жерде бір жағынан тұтынушылардың құқығын қорғау ғой. Өйткені әр адам оған қалай төлеуге ыңғайлы. Енді бәріміз қазір көп жағдайда енді еліміздегі мынау ақша айналымының 86% өткен жылдың статистикасына сүйенсек электронды түрде, яғни қолма-қолсыз айналымға өткен. Яғни бұл дегеніміз біздің азаматтардың барлығы дерлік басым бөлігі, мысалы қолма-қол ақшамен жүргеннен гөрі электронды түрде осы картамен немесе смартфонмен электронды түрде төлей салғанға солай қолайлы болған. Үйренген. Енді өзіңіз жаңа айтып отырсыз ғой, кейбір дүкендерде сөйтіп жаңа қолма-қол төлемді жаса, қағаз күйінде жаңа қағаз ақшаны бермаған, электронды төлем қабылдамаймын деген секілді наразылық танытып жатқан кейбір дүкен иелері бар делік. Мысалға сондай кісімен жолығып қалған кезде біз қай жаққа хабарласуымыз керек? Bir жаққа жаңа шағымдан аламыз ба? Бұл негізі барлық өзіңіздің тіркелген орныңыз бойынша азамат сол жерде салық органдары бар. Аудандық мемлекеттік кірістер басқармаларына, мысалы қай ауданда тұрасыз, сол аудандағы мемлекеттік кірістер басқармаларына хабарласып,
мен осындай деп жаңағы шағымым бар еді деп шағымыңды жолдай аласыз, қағаз түрінде жазсаңыз болады, сосын ары қарай тиісті жұмыстарын жүргізетін болады. Бұл салықтық бақылау шаралары болып есептеледі. Бірақ оны қалай дәлелдесе болады? Мысалға, сөйтіп айтып тұрған кезінде видеоға түсіріп алу керек пе, әлде фотоға түсіріп алу керек пе? Видеоға түсіріп алсаңыз да болады. Жалпы бұл қағаз түріндегі жекеменшік орында жаңағы видеоға түсіруге рұқсат етілмейді ғой. Егер түсірмесеңіз де болады, жалпы қағаз түрінде шағымыңызды кәдімгі ресми шағым ретінде қағаз түрінде ресімдеп, немесе электронды түрде өтініш бар, сонда жазсаңыздар болады, осылай шағымыңызды түсірсеңіз болады. Егов порталы арқылы. Біз дәлелдей аламыз ба дегенім ғой. Енді дәл қазір бұл сұраққа тағы да ораламыз, көрерменіміздің хабарына байланысына кезек берсек, байланысып тұрған көрерменіміз бар екен. Тыңдап тұрмыз, қайырлы таң. Қайырлы таң. Құлағымыз сізде. Қайырлы таң, саламатсыздар. Иә, қайырлы күн, ассалаумағалейкум. Мен мамаңа сұрағым бар еді. Мысалға бағана юрлицоларға айына 100 перевод шектеу бар ғой. Содан сумма бойынша шектеу бар ма? Мысалға күніне 1-2 перевод, бірақтан сумма бойынша шектеу бар ма? Мысалы 1-1,5 миллион күніне аударуға бола ма? Сумма бойынша шектеу жоқ. Әзірге, бірақ қазіргі енді бекітіліп отырған критерийлерге байланысты бір азаматқа бір айда 100 әртүрлі адамнан мобильді аударымдар түссе, және бұл үш ай қатарынан қайталанса деген ғана критерий бекітілген. Әзірге сумма бойынша шектеу жоқ. Сосын Бұл заңды тұлғалардың өздерінің шоттары емес, бұл заңды тұлғалардың басшылары, құрылтайшылары және олардың жұбайларының жеке банктік шотына қатысты ақпарат. Сосын тағы бір сұрақ. Редакциямызға келіп түсірген мазалайтын сұрақтардың бірі, мысалға, ауыл аймақтарда интернет нашар жұмыс істейтін жерлерде, жаңа біз айтқан пост терминалдарда немесе смартфондардағы қосымшаларды қолдану бәлкім мүмкін емес болуы мүмкін. Ондай кезде амалсыз қолма-қол ақша төлемдеріне жүгінеміз. Ондай жағдайда ол кісілерге, сол бір кәсіпкерлерге зиян тиіп кетпей ме екен осы бір ереженің? Жоқ, егер де кәсіпкерлерге, мысалы, ол аумақтарда интернет желісі болмаса, ол жағдайда жаңағы онлайн төлемдерді қабылда деп ешкімде осындай талап қоя алмайды. Негізі бұл жерде сол аумақта қандай төлем тәртібі жасау қолайлы, төлем тәртібін. Дәл сол тәртіппен, мысалы, өзіңіз айтып жатқан қолма-қол ақшамен де қабылдау болады. Қазір енді кейбір азаматтар шынымен де қалтасына қолма-қол ақша салып жүрген тәуір көреді де, себебі енді электронды түрде ақшаны көп жұмсап қоямын деп ойлайды. Кейбір азаматтармен бірнеше адаммен сөйлестім. Электронды түрде ақшаны қалай жұмсалғанын білмей қаласың дейді. Иә, ол рас. Ал енді сол үшін кейбіреулер қолма-қол ақшамен де жүреді. Ол жағдайларға оларға ешқандай тыйым сала алмаймыз. Қолма-қол ақша кімге ыңғайлы, ары қарай жұмыс жасай береді. Әр адамның өзінің еркі. Бастысы сол тиісті салығын төлеп отыру керек дейсіз ғой. Енді дәл қазір байланысқан тағы бір көрерменіміз бар екен, айтып алып жиғанша. Тыңдап тұрмыз. Қайырлы таң, байланыстасыз. Алло, саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Иә, сұрағыңызды қойсаңыз болады. Біз дүкенге барғанда дүкенде ИП төлейді да олар. Соларда жаңағы каспимен қабылдамай жатыр, оған қалай қарайсыздар? Олар да салық төлейді ма? Олар онсыз да төлеп отыр да, ай сайын. Оларға қалай болады? Негізі Каспи, жаңағы өзіңіз айтып отырған мобильді аударымдар болса, олар мобильді аударымдарды қабылдамау керек, ол дұрыс. Олар бірақтан сізге, егер сізге электронды түрде төлеуге қолайлы болса, өзінің QR кодымен төлеудің сондай жолдары бар, немесе банк картасымен төлеудің басқа электронды түрде. Егер сізге қолма-қол ақшамен ыңғайлы болса, қолма-қол ақшамен олар кез келген сізге ыңғайлы осы төлем түрімен қабылдау керек. Бірақ мобильді аударымдарды қолданудың өзі заңсыз. Себебі мобильді аударымдар ол жеке шотқа арналған, яғни жеке адам жеке мақсатта пайдалануына арналған шоттар. Бұл мысалы туысқандар бір-біріне. Мысалы сіз анаңыз жібердіңіз туған күні, немесе азық-түлік ал деп балаңыз студентке жібердіңіз, немесе бір жаңағы туысқандар болып жатады, туған күн жасап жатады, жаңағы батасына беріп жатасыз, құдай жолы тағысына сияқты. Ондай ақшаларға ешқандай мобильді аударымдарға шектеу жоқ. Оны біз кәдімгі бұрын қалай біз пайдаландық, өте ыңғайлы тәсілдің бірі, солай пайдалана береміз. Тек біздің бір айтатынымыз, осы шотты, жеке шотты бизнес шотпен сіз штастырмаңыздар. Бизнес шот бар арнайы. Сол үшін егер кәсіпкер болсаңыз, осы бизнес шотпен ғана жұмыс жасау керек. Соған ғана төлем қабылдау керек. Енді тақырып өзекті болған сонша байланысқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Тыңдап тұрмыз, қайырлы таң. Байланыстасыз. Алло, қайырлы күн. Иә. Сұрағыңызды қойсаңыз болады. Мына айтып жатсыз, талқыланып жатыр ғой, жаңа жыл басталған осы мысалға, елдің бәрі қайттан қолма-қол төлейтін болса, қайттан налог азайып кетпей ме? Налогтың салықтың түсімдері. Осындай кезде мысалы кейбір дүкендерді қайттан тексересіздер ма? Сіздер осыған дейін мысалы осынша тапсырып беріп едім. Енді мына жаңа жылдан бастап сенің салығың азайып кетті, түсімің азайып кетті деген сияқты сұрақтар болмай ма дүкен иелеріне?
өйткені елдің бәрі қолма-қол төлейтін болса. Біз шын айтқанда біз кәсіби картаны қайда алғанбыз дейміз қазір. Переводпен ғана жүрдік, QR-мен ғана жүрдік. Енді QR біреуінде бар, біреуінде жоқ қазір. QR бүгін алдында алып тастады кейбір магазиндер. QR кодпен төлеуді ешкім де алып тастап жатқан жоқ. Кейбіреулер енді өз еркімен өз еркімен дүкендер алдынан көлеңкелі жолға енді өтіп кеткендер. ол жағдайда қолма-қол ақшамен сіз төлеген жағдайда сіз бақылау касса машинасының чегін талап етуіңіз керек. Міндетті түрде. Болмаса ше. Ол QR кодпен төлесеңіз де, банк картасымен төлесеңіз де, міндетті түрде бақылау касса машинасының чегін талап етуіңіз керек тұтынушы ретінде. Және сатушы да сізге дүкен иесі кәсіпкер тауар сатып жатқан кезде немесе бір қызмет түрін сатқан кезде сізге міндетті түрде бақылау касса машинасының чегін беру керек. Ол жаңағы былайша айтқанда бұл қаржылық сауаттылық біріншіден. Сіз әрбір талап еткен чегіңізден мемлекетке бір тиын болса да салық түседі. Яғни мемлекетке жаныңыз ашса, сіз чек талап етуіңіз керек дейсіз ғой. Ол біріншіден, егер ол сіздің әлеуметтік жауапкершілігіңіз, мына өзіңіз өмір сүріп жатқан өркениетті елде осындай өмір сүру үшін жасалып жатқан сіздің әлеуметтік жауапкершілігіңіз бірінші. Екіншіден, сіздің тұтынушылық құқығыңыз қорғалады. Мысалы, сіз дүкеннен бір тауар сатып алдыңыз, оның мерзімі өтіп кеткен. Сіз оны үйге алып келген екен ғана байқадыңыз. Ал енді кейін сол тауарды қайтадан өткізуге құқығыңыз бар ғой заң бойынша. Сол өткізу үшін де сізге осы чек керек болады. Сіз көрсеңіз, чекте мысалы мен осыны алдым, мына қараңыз, мерзім өтіп кеткен деп өткізесіз де сіз орнына ақшаңызды аласыз немесе басқа дұрыс тауар аласыз, иә? Осы үшін де ол керек, өзіңіз тұтынушы құқығыңызды қорғау үшін. Айнұр ханым, бір байқағаным, осы дүкен сөрелерінде қазір бір мысалы нанның бағасы, қолма-қол ақшамен төленсе бір баға, қазір мобильді аударымдармен төлесе екінші үстіне пайыз қосатындар да көбейіп жатыр, соңғы күндері. Сонда ол заңсыздық қой негізі. Енді мобильді аударыммен төле дегеннің өзі заңсыздық біріншіден. Бірақтан енді бұл нарықта қазір реттелетін бағалар бар, реттелмейтін бағалар бар. Реттелмейтін бағаларды нарық өзі реттейді. Мысалы үшін екі дүкен қатар тұрады, біреуінде баға бір тауар, екеуде де бір тауар, біреуінде қымбаттау, мейлі 10-15 теңге, 50 теңгеде болсын. Екіншісінде сәл арзандау. Сіз мысалы сатып алушы ретінде қайсыған барасыз? Қайсында арзандау, соған барасыз, дұрыс қой. Сол үшін бұл жерде нарық өзін-өзі реттейді. Мысалы, егер де тауар бағасын тым қымбаттата берсе, оның қасындағы бәсекелесі соның арқасында өзінің клиенттерін көбейтіп алып, сіздің клиенттеріңіз қайда тартып алуы мүмкін. Бұл нарықтың заңы біріншіден. Ал енді жаңағыдай мобильді аударыммен төле деген талаптың өзі заңсыз. Негізі тұтынушылардың өздері де қазірден бастап ойланып, осындай мобильді аударыммен емес, мен QR-мен төлейін деп, немесе картамен төлейін деп. Егер қолма-қол ақшасы болса, мейлі қолма-қол ақшасымен төлесін, бірақ міндетті түрде бақылау касса машинасының чегін талап ету керек. Айнұр ханым, көп рахмет дейміз. Біз енді